Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бізде қазақ тілі сабағы. Бүгін қыркүйектің 3-і. Сабағымыздың тақырыбы күз келді. Бүгінгі сабақтағы жаңа сөздерді мұқият тыңдаймыз, қайталаймыз. Слушаем, повторяем. Жанды табиғат, жанды табиғат, өзгеру, өзгеру, өзгереді, өзгереді, басталады, басталады, сыныптастар, сыныптастар, күз, күз. Балалар, жалғауларды есімізге түсіреміз. Осы сабақта пайдаланатын жалғауларымыз тәуелдік және жіктік жалғаулары. Вспоминаем окончание и запоминаем. Читаем вместе. 3-ші сыныпқа барамын. Табиғат өзгереді. Олар менің сыныптастарым. Сынып, класс, сыныптас, одноклассник, сыныптастар, одноклассники, сыныптастарым, мои одноклассники. Келесі тапсырмаға қараймыз. Суреттің астында берілген сөйлемдерді мұқият оқимыз және мағынасын түсіндіреміз. Внимательно читаем предложение и объясняем, о чем здесь говорится. Келесі тыңдалым тапсырмасы. Мәтінді мұқият тыңдаймыз және сұрақтарға жауап береміз. Внимательно слушаем текст. По тексту отвечаем на данные вопросы. Тыңдаймыз. Бүгін күздің алғашқы күні. Күзде сабақ басталады. Күзде табиғат өзгереді. Әлібек 3-ші сыныпқа барады. Әлібекпен бірге Әлина да барады. Олар сыныптастар. Бүгін күздің алғашқы күні. Күзде сабақ басталады. Күзде табиғат өзгереді. Әлібек 3-ші сыныпқа барады. Әлібекпен бірге Әлина да барады. Олар сыныптастар. Балалар, келесі жазылым тапсырмасы дәптерге орындаймыз. Следующее задание выполняем в тетради. Адасқан қосымшаларды орындарына қойып жаз. Правильно написать слова с окончаниями. Мысалы, например, қыркүйекте. Работаем. Сонымен, балалар, бүгінгі сабақта біз не білдік, нені есте сақтауымыз керек? Итак, ребята,
Что мы сегодня на уроке узнали? Что мы должны запомнить? Есте сақта. Запоминай. Қыркүйек күздің бірінші айы. Күзде табиғат өзгереді. Біз 3-ші сыныпқа барамыз. Бұл менің сыныптастарым. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.